Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кесілген пирожныйдың тағы да бір ерекше түрімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз бисквитін дайындап аламыз. Бізде бисквит красный бархат, яғни қызыл бархат. Жұмыртқамызға қантымызды салып, бәрін жақсылап, қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Бұл массаға сұйық майымызды қосамыз, електен өткізілген ұнымызды және қамыр қопсықышымызды саламыз, және де какао қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдысқа айранымызға таза табиғи красителімізді қосып, бәрін жақсылап массамен араластыратын боламыз. Дайын массаны арнайы пергамент қағаз төселген формамызға салып, тегістеп 180 градуста ысып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Енді бізде екінші жасалмасы, яғни сүзбе, қойытылған сүт және де малина таңқурайдың пюресі, езбесін қосып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала дайындап алған желатинімізді ерітіп, осы массаға құйып, бұны да араластырып, дайын болған суытылған бисквиттің үстіне, яғни красный бархат бисквиттің үстіне құйып, тегістеп, бұны холодильникке 10-15 минутке қойып алатын боламыз. Енді бізде үстіңгі, яғни қабат бізде малинаның, яғни таңқурайдың пюресі, оған суымызды қосып, сәл қантымыз ерігенше араластырып, дайындалған желатинімізді құйып, бағанағы екінші қабаты қатқан пирожныйдың үстіне құйып, бұны да холодильникке 15 минутқа салып қатырып алатын боламыз. Дайын болған пирожныйымызды өз қалауымызша енді бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Бөліктерге енді өз қалауларыңызша, яғни ұзынша етіп кессеңіздер де болады. Әр бөліктің үстін өз қалауыңызша креммен жағып, үстіне кез келген посыпка, яғни менде шоколад болды. Немесе ыңғайлы етіп дәл осылай төрт бұрышты кішкене бөліктерге де бөліп кессеңіздер де болады. Бұл кесілген пирожныйлар, яғни дастарханда өте әдемі көрінеді, және де қоспалары барлығы табиғи. Бұның түр түсін, яғни кез келген жеміс жидекпен алмастырып, түр түсін ауыстырсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жасалуы өте оңай, дәмі ерекше болып шығады. Ұнаса лүпіл басып қолдап кетсеңіздер болады. Көп рахмет.